Қалқанша безі адам ағзасындағы өте маңызды ішкі секреция безі болып саналады. Ол барлық бездердің патшасы. Бүгінгі видеода оның атқаратын негізгі қызметтері мен жұмысын нашарлататын жағдайларға тоқталатын боламыз. Ең бірінші қызметі зат алмасуды реттеу, яғни метаболизм. Қалқанша безі тироксин Т4 және тиреотринон Т3 гормондарын бөледі. Бұл гормондар дене температурасы, энергия деңгейі және калориялардың қаншалықты тез жанып жатқандығын реттейді. Екінші функциясы өсу мен дамуды қамтамасыз етеді. Балаларда қалқанша без гормондары бойдың өсуіне, ми мен жүйке жүйесінің дамуына әсер етеді. Егер бұл гормондар жетіспесе, яғни иод аз болса ағзада мысалға, балада ақыл-ой және сөйлеу дамуы тежелуі мүмкін. Ал үшіншіден, жүрек пен қан тамырлар жүйесіне әсері. Қан қысымы мен жүрек соғысының жиілігін реттеп отырады. Егер қалқанша бездің қызметі артып гипертироз болатын болса, тахикардия жүректің қатты соғуы, яғни жиілігі 90-нан асып кетеді. Ал гипотироз кезінде, яғни жұмысы баяулайтын болса, онда брадикардия, яғни оның жиілігінің реттілік саны 60-тан аз болады, яғни жай баяу соғады деген сөз. Төртіншіден, көбею репродуктивті жүйеге әсер етеді. Әйел адамдарда етекір циклінің дұрыс жұмыс жасауына қатысады. Жүкті болу қабілетіне де әсер етеді. Салмақты бақылау бұл 5-ші қызметі. Қалқанша безі баяу жұмыс жасаған кезде, яғни гипотирозда, адам салмақ қосады, яғни көп жемесе де, ауаға да, суға да семірем деп айтатын адамдар бар ғой, дәл солай. Себебі бұл жерден метаболизмнің төмендігінен. Егер де қалқанша безі қатты жұмыс есе, яғни гипертироз артық болған кезде, иод мысалға ағзада, салмақ жоғалады, тіпті ол жақсы тамақтанса да, құнарлы тамақтанса да, қанша жерден салмақ қосам десе де, ол арықтай береді. Алтыншысы бұл көңіл-күй мен психикалық жағдай. Гормон жетіспеген кезде адам тез шаршап қалу, көңілсіз болу, ұмытшақ, депрессия, апатия деген сияқты пайда болады. Егер артық болған кезде мазасыздық, ашушаңдық, тез жылап қалу және де ұйқысыздық болады. Осыншама маңызды қызмет атқаратын қалқанша бездің келлері болады. Яғни оның жұмысын бұзатын жағдайлар, ол негізі норма болу керек. Кейде ол жоғарылап, кейде төмендеп кетуіне әсер ететін жағдайлар болады. Ол біріншіден гликативті стресс, рациондағы тамақтағы қанттың көп болуы. Келесі тотығу стресі, ағзаның тот басуы, антиоксиданттар дұрыс жұмыс жасамаған кезде, мелатониннің дұрыс бөлінбеуі, яғни нормада қалқанша без дұрыс жұмыс жасау үшін адам күнделікті 10-да ұйықтауы керек. Ал бұл бұзылатын болса, гормондар дұрыс жұмыс жасай алмайды. Келесі токсикалық нагрузка және де эндокринді дизрапторлар, яғни ауыр металдар, ксерогендер, кассадағы чектар, сол үшін аптека немесе магазиндар кезінде берілген чекті ұстамаған жөн, және де пластик бутылкалар. Және де ең көп әсер ететін жағдай бұл психоэмоционалды стресс. Кейін аз қозғалыс, сондықтан да күнделікті таңертең аш қарынға дұрыс жұмыс жасап жүру керек. Спортпен айналысып, денсаулықтарыңызды реттеңіздер. Салауатты өмір салтын ұстану денсаулықтарыңыздың кепілі.